Сәлем, бүгінгі видеода мен биологияға, ұбт-ға курссыз қалай дайындалғым туралы айтқым келеді. Және де именно не істедім, не арқылы оқыдым, қандай әдіс тәсілдер маған көмектесті, қандай лайфхактар маған көмектесті, қалай оқыған маған көмектесті, сол туралы айтқым келеді. Чтоб сен өзіңе идея алу үшін, саған көмектесу үшін. Сондықтан созбай бастайық. Бірінші бұл бізде материалдар. Мен қазір айтқым келеді. Классикалық вариантта, прям минималистично маған не керек деп ойланған кезде ең бірінші бізде әрине материал. Яғни бұл бізде кітаптар. Мектепте бекітілген, мектептің программасында бекітілген 7 сыныптан 11 сыныпқа дейінгі биология бұл бізден ең бірінші, ең қажет заттардың бірі болып табылады. Яғни осылар бізде ең керек, ең бірінші, ең база бұл бізде осы кітаптар, материалдар. Окей, бізде енді кітап бар, база бар. Неден қарайтынымыз? Қосымша мен осыдан қоса аламын. YouTube. Бізде мектеп онлайн деген канал бар YouTube'да. Ол көптеген пәндер бойынша, мен ішінде именно биологияны айтатын болсақ, биологиянікі бар, орысша, қазақша түсірілген. Бұлдың жақсысы биологияның осы каналдың яғни жақсысы. Бұл бізде параграф бойынша видео түсіреді. Әр параграфқа біз мән салып, толық түсінуге көмектеседі. Үшінші, бұл бізде жоспар, яғни план. Жоспар бұл негізі үшінші айтып тұрсам да бұл өте маңызды болып келеді. Осы материал бар, дайын, бірақ онымен не істейсің деген сияқты. Оны оқисың, оны каждый день оқып, плансыз бұл бізде хаотично болады. Сондықтан бізге керек план, жоспар. Яғни жоспарда не тұрады десек, ол бізде қай уақытта оқитынымыз. Екіншісі қанша сағаттар, қай сағаттар аралығында оқитынымыз. Үшіншісі бұл қанша рет оқитынымыз. Яғни бір айда қанша рет белгілі бір сабақ, или аптасына қанша рет белгілі бір сабақ. Бір күндік планға келетін болсақ, яғни по часам, бір күннің ішінде не істеймін. Ол мен алғашқы түсірген НТ туралы, ұбт туралы видеомда толығырақ түсіндірдім, сондықтан соны қарасам болады. Яғни мен ол жерде сабақтан келгеннен бастап ұйықтағанға дейін не істейтінім туралы. Қанша сағат сабақ оқимын, соның бәрін мен айттым, көрсең болады. Ал бір аптада қанша рет оқимын деген сұраққа жауап беретін болсақ, қанша рет оқысам болады деген сияқты. Мен өзім лично жеке бірінші аптада 5 күнге дейін, 5 күнді алайық, яғни сенбі жексенбіні алмаймыз. Осы 5 күннің ішінде мен 3 рет биология оқитым, 2 рет география оқитым. Потом одан келесі апта, ол жерде наоборот ауысқан. Яғни мен бұл жерде 3 рет биология, яғни 3 рет география, ал 2 рет менде биология болды. Яғни бұл жерде бізде бейіндік пәндер, менде география мен биология болғандықтан мен оларға жақсы үлкен мән қойдым. Себебі ол жерде бізде жатыр 100 балл, 50 мен 50. Сондықтан мен солай істедім. Осын идея ретінде өзіңе алсам болады. Окей. Мен айттым уже база. Былай айтқанда ең маңызды керек не? Классика бойынша, яғни бұл материал болды. Қосымша соған бірге көретін YouTube. Одан бұрын негізі, одан кейін ладно. Ол бізде план, жоспар. Қазір мен айтқым келеді, қандай әдіс тәсілдер, қандай приемдар, қандай лайфхактар маған көмектесті жақсы оқуға, эффективно оқуға, тез оқуға, оңай оқуға. Сол туралы айтқым келеді. Ал кеттік. Біріншісіне келетін болсақ, егер торғай тұр. Қазақша биологияны мысалы айтайық, 7 сыныптан оқи бастадың, бірақ кейбір сөздер, кейбір мәтіндерді, кейбір тақырыптарды, кейбір сөйлемдерді түсінбедің. Ондай кезде мен істейтінмін, яғни советую тура сол жердің орысша версиясын тауып ал. Яғни сол 7 сыныптың орысша тілде жазылғанын тауып алсаң болады. Яғни сол оқулық кезектің ішінде бар, бірақ орысша тілде. Сен оны оқып көрсең болады. Может, сол орысша тілде оқыған сөзін түсіну мүмкін. Екіншісіне келетін болсақ, бұл бізде сол түсінбей жатқан тақырыпты, егер мысалы айтайық, Крепс циклы, оны түсінбей жатсаң, оны біз YouTube'дан орысша немесе қазақша немесе ағылшынша соны түсіндіру туралы, соны түсіндіріп жатқан видеоны тапсақ болады. Орысша бұл бізде экзамен, ОГЭ, соған дайындап жатқан кезде сондай дайындалатын, яғни YouTube каналдар болады. Сол жерде осы белгілі бір тақырыптарды түсіндіріп жатады. Соны да қарасам болады, саған түсінуге көмектесе алады. Және де ағылшынша жетеді, ағылшынша да көрсең болады. Яғни мен көретін көбінде осы Крепс циклда келген кезде кейбір басқада күрделі көп нәрсені жаттау керек, көп нәрсені білу керек, сонда бір мәтін, яғни тақырыптарға келген кезде мен әртүрлі тілде, әртүрлі ресурстардан қарайтын. Үшінші бұл бізде жасанды интеллект, Google және де басқада интернетте бар сайттарда, бұл сайттарды қарап, сол сайттардан сұрап, жазып, көп нәрсені түсініп алуға болады. Мен, мысалы, Google-ға келетін болсақ, белгілі бір тақырып, немесе белгілі бір нәрсе туралы биологиядан, мысалы айтсам, жасушалық циклға келетін болсақ, жасушалық циклды туралы негізі біз кітаптан оқып түсініп жатырық, жақсы келе жатыр, бірақ кейбір жерде
шатасып қалсаң, түсінбей қалсаң, біз Google-ға мысалы жасушалық цикл деп жазып, немесе клеточный цикл деп жазып, біз картинкаға кірген кезде әртүрлі суреттер шығады. Яғни кейбір тақырыптарға келген кезде олар суреттер болады, кітаптағы суреттер. Одан басқа да суреттер қарап алғырыл, яғни интернеттен, Google-дан. Саған түсінуге өте жақсы әсер етеді ол көбінде. Мен солай да жасайтын. Тіпті кейбір кезде сол Google-да тұрған суреттерді ғана салатын конспектіге. Одан соң жаңағы жасанды интеллектке келетін болсақ, біз түсінбей жатқан нәрселер, мысалы, бізде сұрақ туындайды, неге мына екеуінің айырмашылығы бар ма, или екеуі бір нәрсе ме деген сияқты сұрақтар туындаған кезде, соны жасанды интеллектке жазу арқылы түсініп алсам болады. Ол өте жақсартатын, оңайлататын, түсінуге үлкен көмектесетін нәрсе. Сондықтан бәрін қолданайық. Яғни осы 1 мен 2 және 3, яғни біріншісі бұл бізде қазақшадан бөлек орысша тілінде кітапты оқысаң болады. Түсінуге, екіншісіне бұл бізде жаңағы YouTube'дағы басқа тілдегі каналдарды. Одан соң үшіншісі бұл бізде жасанды интеллект және Google және басқа да сайттарды қарау арқылы. Яғни мен айтқым келгені, бізде интернетте өте үлкен ресурстар көп, соларды қолдану ол бізде өте үлкен көмек береді. Әрине, особенно біз өзіміз дайындалған кезде, себебі біз басқа қай жерден аламыз, осы үшеуін даже бір тақырыпты түсінген кезде бірге комплексно қолдансаң, ол вообще күшті болады. Негіз ол түсінуіңе өте жақсы әсер етеді, және сенде миыңда бір картина бар, сен жақсы түсіндің, сондықтан сенің осы бір тақырып түсінгенің ұзақ уақытқа шейін шыдайды. Мен көбінде де осылай жасайтын. Төртінші айтқым келеді, бұл бізде общий дәптер арнау. Менде болды, қазір көрсетемін. Мінекей өте әдемі, қараңыздаршы. Мама сатып берген. Осы дәптерді мен арнадым өзіме, осы НТ-ға дайындық басталған кезде. Яғни бұл жерде не жазамыз десек, мен бастадым өзім лично ойларымды жаза бастадым. Географияны мен бастаған кезде, география басында қиынырақ болды. Не знаю, не себептен, может, ең бірінші географияның бөлімдері тоже зерттеу әдістері өзіме лично скучно болды. И мен сол жақта айттым, что-то менде география қиын болып жатыр деп. Өзім ойымда не бар, сол туралы жаздым. Соңына қарай әрине, не знаю, менде сондай бар, жазған кезде мен естественно мен белгілі бір қорытындыға келеді. То есть көбінде қорытынды ол мен өз-өзім жұбату, яғни бұл жерде айтатын, ну ладно, ештеңе етпес, бұл только басы, қыркүйек енді басталды, яғни енді жолым енді басталды, география әлі маған қиын болады, осы күнге шейін үйтіп отырып дайындалған жоқпын, НТ-ға бірінші рет дайындалып жатырмын деген сияқты өз-өзіме жұбату сөздер болады. Ну, жұбатудан бөлек әрине реалистично даже, то, что мен реально НТ-ға бірінші дайындалып жатырмын, бірінші рет өмірімде. Сондықтан осының бәрін жазып, өзім жұбатып, өте жақсы да, былай айтқанда, мини-терапия. Және одан бөлек, әрине, неге мен оны жазам? Себебі бұл жерде біз өзіміздің процессімізді байқай аламыз. Неге мен бұлай бүйтіп стоптым жаңадан бері? Сен 1-2 айдан кейін артқа қарап осыны бір оқысаң, сен көресің, сенде прогресс болып жатыр. Не обязательно 1-2 ай даже. Осы бір аптаның ішінде саған қалай болды, сен ойларын жазған соң, сен бір оқып алған соң, қалай болды, қалай болып жатыр, менің жолым қалай кетіп баратыр, эффективно болып жатыр ма? Сен одан бөлек, ойыңнан бөлек сен жазасың. Былай істедім, мысалы, бүгін азаңда оқуды бастадым, эксперимент ретінде азаңда оқыдым. Маған қалай болды? Мен миыма жақсы кірді, әдемі оқыдым, қиын информацияны жақсы сіңірдім деген сияқты ойлар жазасың, саған қалай болған азаңды оқыған. Может, жақсы болса сода қаласың. Наоборот, вот мен азаңды оқыдым, маған ұнамады, мен қиынырақ болды деген сияқты нәрселер жазасың. Содан эксперимент жасайсың, одан кешке оқып көресің деген сияқты. Соның бәрін мына жаққа, яғни общий дәптерге жазсаң, сен одан кейін артқа қараған кезде прогрессін көресің. Қайсысы ұнады, қайсысы ұнамады, қайсысы саған что работает саған, қандай әдіс саған көмектесіп жатыр эффективно оқуға. Одан бөлек сен өзің ошибкаларын жасасаң болады. Менде көп ондай болды. Яғни белгілі бір нәрсе маған көмектеспеді. Давай оны істемей қойық. Мысалы, осы аптада маған не көмектесті, осы аптада маған не көмектеспеді, сондықтан мен келесі аптаға келген кезде көмектеспеген нәрсені жасамау, қайталамау. Мен қазір ашып оқып көрейін. Яғни айтқан, мен ол жерде менде суретін салдым ба, оны конспект қылып жазудың қажет жоқ деген. Мен де жазғанмын, мен өзім байқадым, маған суретпен салып жасасам, мен ойыма тез кіреді, жақсы кіреді, нежели чем текст қылып жазғаннан. Сондықтан сондықта жазғам. То есть түсінікті деп ойлаймын, мен өз-өзіме ескертулер істегем, чтобы ұмыт кетпес үшін, келесі оқыған кезімде қайталамау үшін белгілі бір қателіктерді, немесе я могу вот так, давайте келесі жолы солай істейік деп мен соны жазып қойғам мына жерге. Сондықтан сол үшін де общий дәптер керек. Окей, ең соңғысында мен айтқым келеді қазір конспект туралы. Мен конспектті жаздым А4 қағаздарына, яғни А4 қағаздарда. Мен басында бастадым осындай классический көк кітаптердің ішінде. Жазғандар бар, жетеді. Бұл жерде менде 7-ші сынып. Одан кейін мен
Географияда тоже А4 қағаздарына көше бастадым. Мен байқадым, что маған ыңғайлырақ солай. Мен стопканы көрсетейін ба? Мен жазушы Пушкин болғам, Абай болғам. Мынаның бәрі менде конспект. О май гад. Мен достижением, шын айтам, мен қуанам осыны көргенде. Мен бәрін жаздым. Әртүрлі скепкалар бар. Яғни бұлар бөлім бойынша бөлінген. Тұқым қуалаушылық бөлімі, қозғалыс бөлімі, 10 сыныптың 2 бөлімі. Біз қоғам. Опять-таки. Вот, мына скрепкамен. Бөліп шығару бөлімі. Әсер ету механизмі. Осылар қызық болған еді ма? Есіме түсіп кетті. Адығы. Витаминдер. Тоже жаттайтын нәрсесі өте көп. Жаттадым, кішкене бірнеше күндер апталап. Жазушы құсап көп негізі конспект жазғам әрине. Бірақ менің өзімде кезінде өте, не знаю, керек болды. Көргендеріңізде менде бөлім бойынша бөлім тұр. Маған систематичность өте маңызды болды. Маған әлі де маңызды, бірақ бір жағынан ойланған болды, что зачем уақыт құртып жазып отырмын. Бірақ жоқ, и то мен ана жерде кішкене азайтқаным ғой. То есть мен уже білетіндерім, түсінгендерім мен ол жаққа жазбадым. Негізі конспект несті бөлім бойынша тұрғаныңды жақсы, то что сен бір қарайсың да ішінен қайталап аласың. Білем, мен құлағым жаурап жатыр. Просто мен қазір залдамын, қыста. Бізде газ пеш болғанның өзінде де мына жақ суық, себебі үлкен пространство. Жарайды. Мен енді қорытындыға айтқым келеді. Бәрі идеальный болмайтын. Яғни белгілі бір план болады, бәрі дайын, бір қарауын керек. Бірақ кейбір кезде біз шаршап қаламыз. Адам болғандықтан кейбір кезде негізі көбінде күн сайын әртүрлі болып, әртүрлі жағдай, әртүрлі состояниемен тұрамыз. Сондықтан мен айтқым келеді, что идеально болмайды. Яғни менде мынандай нелер болды, календарь, бұл айлық. Осы жерден қарап отырсам, маған 2 тақырып, яғни биологиядан 2 параграф оқығанға 4 сағат кеткен. Вроде нормально, скажем так. Даже көп те болуы мүмкін. А басқа күндері маған бір параграф оқу үшін 5 сағат кеткен биологиядан. Өте әртүрлі. Бір аптаның ішіне, мысалы, белгілі бір сағаттың ішіне өте разный параграф оқығам. Кейбір кезде 4 параграф, кейбір кезде 6 параграф. Әрине одан бөлек ол қатысты в том, что кейбір бөлімдер қиын, кейбір параграфтар қиын, ол жерде көп информация болады, кейбір параграфтар өте аз информация, тез оқи саласың, оңай немесе. Сондықтан оған да байланысты, бірақ одан бөлек ол біздің оқығанымыз. Яғни кейбір кезде біз шаршап тұрамыз, кейбір кезде жақсы, относительно жақсы оқыдық, бізге ұнады оқыған, біз жақсы оқыдық, біз тез оқыдық, біз аз сағаттың ішінде көп параграф оқыдық, ондай болады. Кейбір кезде ондай болмауы мүмкін. Мен айтқым келеді, что менде әртүрлі болды. Және бұл реалистично. Шын өмірде негізі сондай, шын өмірде идеальный ештеңе жоқ. Мен кейбір кездерде оқымадым, себебі мен что-то байқай бастаймын, что мен шаршап жатырмын, даже кішкене шаршағым сезінгенде, ну жарайды, бүгінгі пландар жасалмай қалмасын деп жасаймын, бірақ все равно ертесіне тоже тағы да шаршап тұрмын, мен уже шаршай бастадым, яғни информация көп, мен уже миым шаршай бастады. Жақсы ұйықтағанның өзінде де бізде негізі миың әрине өте көп перезагружается. Себебі біз күніге мынанша информация күн сайын бірнеше сағаттап, өте көп сағаттап оқу, бұл негізі ми үшін кәдімгідей жұмыс. Сондықтан демалу өте маңызды. Әрине бұл жерде сен өзің түсіну керек, чтобы отличать. Сен бүгін жалқауланып тұрсың ба, немесе сен шынымен де шаршай бастадың. Сенде басталды шаршау процесі. И саған негізі демалу болу керек. Бірнеше сағат немесе болса бір күнді арнап. Яғни менде андай апталар болды, мен оқып келем. Сәрсенбі күні вообще оқымай қалам, так как шаршадым. И даже оқығанның өзінде де продуктивно болмады, яғни миыма қатты кірмеді. Одан келесі күні оқимын, одан арғы күні мен вообще оқи алмай қаламын, яғни байқаймын, что вообще миыма кірмеді. И мен келесі күні, либо сол күні прям кәдімгідей заставляю себя отдыхать. Я прям заставляю тем, что вот бүгін біз демаламыз. Бүгін демалатын уақыт, все. Ничего не знаю. Пландар қалады, жаймен жасалмай қалады. Ештеңе етпейді, бірақ бізге демалу керек. Потому что ондай кезде, вот әрине сен различать етуің керек. Может, сен кішкене ғана шаршадың. Сен можешь кішкене арыға тез оқып, бітіре салып, потом демалу мүмкін. То есть, ол жақта кішкене бір ойланып, бір кішкене қарап, өз-өзіңді түсіну әрине керек. Шаршап тұрса да оқи берсек демалмай. Бұдан кейін біз кәдімгідей уже никак қатты шаршап кетеміз, настолько, что біздің потом сол выгорание немесе сол шаршаудан шығуға белгісіз уақыттар кетеді. Яғни біз білмейміз оған. Апталау уақыт кету мүмкін, күндеп уақыт кету мүмкін. Чтобы ресурсное состояние болу үшін, чтобы өзің нормально чувствовать себя, чтобы жақсы оқу үшін, одан бөлек те тірлік жасауға, Сондықтан приоритетте болсын демалу.
Одан бөлек бізде оққаннан бөлек миымызда өте көп жаман сценарийлер бастан кешеміз. Что если вот бір осы НТ-ға мен белгілі барым жинай алмаймын, или там грантты көздеу болса грантқа түсе алмаймын, немесе программа балды жинай алмаймын деген сияқты, немесе мен өзім қалаған универге түсе аламын ба деген сияқты ойлар өте көп болады, менде де болды. Және олар да біздің жақсы оқуымызға әсер етуі мүмкін. Сондықтан бұндай уақытта, бұндай кезде өтінемін, өзімізге мейіріммен қарайық, что өзіміз жұбата алайық. То есть біздің қолымыздан келетін, бұл бізде контролімізде бар сабақты оқу. Соответственно, содан бізден балымыз шығады. Сондықтан барлық күшті оқуға, реальный действияға аударайық. И және айтқым келеді, это очень даже нормально. Сәнде ондай ойлар болатын болса. Бұл туралы мен негізі осы қорқыныш туралы уайымдау туралы мен бөлек видеом бар, сонда қарасам болады, егер болса. Себебі менде өзімде кезінде болды, жетеді. Ондай ойлар өте көп болды. Даже мен кейбір айда, қыстың бір айында даже настолько сондай ойлар көп болды, мен оқи алмай қалған кезім болған. Бірінші аптап, яғни қатты дайындалмадым да. Настолько менде стрессовый состояние, яғни мен уайым менде өте көп болды. Бүгінгі видео менде осылай болды. Надеюсь, саған көмектестім, белгілі бір идеяларын сен осыны қайталайсың, саған көмектеседі. Сенің осы биология дайындығында сәттілік тілеймін. Қандай әдістерді бірінші рет білдің, қандай әдістерді білдің, қандай әдістерді енді жасайсың, соны туралы жазып кетсең болады. Комментарийді мен өте-өте қуана оқимын. Бұдан бөлек телеграм каналыма жазылып кетсем болады. Тіркелген комментарийда тұрады. Көргеніңе өте үлкен рахмет айтамын. Және де келесі видеода кездескенше. Давай, пока.